Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздермен тағы да күнделікті педагогтық қызметтеріңізде пайдасы тиетін еліміздегі жасөспірімдер арасындағы ең өзекті проблеманың бірі буллингке қатысты құжаттармен бөліспекшімін. Соның ішінде бірінші буллинг оқиғаларына қатысушылармен жеке жұмыс жоспары деп аталады. Жалпы білеміз, буллингте үш тарап қатысады, буллинг оқиғасы кезінде: жәбірлеуші, куәгер. Міне осылардың бәрімен жұмыс жасауымыз керек. Сонда барып қоғамда зорлық-зомбылық, буллингтік оқиғалар азаюға кішкене болса да бір қадам алға басамыз. Міне бірінші слайдте осы буллинг оқиғаларына қатысушылармен жеке жұмыс жоспарының бас жағындағы мақсаты, жұмыс мерзімі, педагог-психологтың аты-жөні, мекеме атауы жазылған шаблондары, үлгілері берілген. Міне екінші слайдта өздеріңіз көріп отырғандай, оқушының аты-жөні, мына бірінші бағанға, екінші бағанға рөлі: жәбірлеуші, жәбірленуші, куәгер. Үшінші бағанда мәселенің сипаттамасы, яғни агрессия, құрдастармен конфликт, өзін төмен бағалау, тұйық мінез, араша түспеу, оқиғаға көз жұму. Жүргізілген төртінші бағанда жүргізілген жұмыс түрлері берілген. Одан кейін оның жиілігі берілген, күтілетін нәтижесі алтыншы бағанда берілген. Келесі екінші, бұдан кейін буллинг оқиғасына қатысты мониторинг кестесі берілген. Яғни буллингке қатысушылармен жұмыс нәтижесін бақылау. Бұл да бірінші бағанда атта, одан кейін оқушының аты, эмоциялық күйі, өзгерістер мен нәтижесі, психологтың ескертуі жазылады соңғы бағанға. Үшінші, енді осы буллингті қатысты оқиғаларға арналған сараптамалық анықтаманың үлгісін салып қойдым. Міне бірінші бетте бастапқы сараптамалық анықтаманың жазылу үлгісі тұр. Екінші бетте сипаттама беріледі, жәбірлеушінің атын жөнін жазасыз, сосын кейін жәбірленушінің аты, арасында орын алған буллинг фактісі бойынша жеке психологиялық жұмыстар жүргізілді, оқушылармен және ата-аналармен әңгімелесу, диагностикалық тапсырмалар, тренинг элементтері қолданылды. Куәгер ретіндегі оқушы мен этикалық сана қалыптастыру жұмыстары жүргізілді дейсіз. Одан кейін нәтижесі жазылады. Міне мына жерде нәтижесі, одан кейін ұсыныс жазылады, одан кейін психологтың қолы қойылады. Бір керектеріңізге жарасын, өзге де әріптестеріңізге тарата отырыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Жұмыстарыңыз әр уақытта табысты болсын. Креативті педагог, психолог, дефектолог, логопед, сынып жетекші болуларыңызға тілектеспін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.